Сәлем достар. Лимон жай ғана жеміс емес. Ол табиғи дәрумен бомбасы. Бүгін мен сізге лимонның ағзаға тигізетін 7 нақты пайдасын айтамын. Лимон ағзаны уыттардан тазартады. Лимон құрамындағы қышқылдар мен антиоксиданттар бауырды тазартады. Таңертең аш қарынға жылы суға лимон қосып ішсеңіз, ағзадағы уыттар шығарылады. Бұл теріні, ас қорыту мен жалпы энергияны жақсартады. Лимон иммунитетті күшейтеді. Лимон С дәруменіне бай. Ол иммун жүйесін белсендіреді. Суық тию, тамақ ауруы немесе шаршаған кезде лимон мен шай ішу ең жақсы табиғи ем. Лимон қан қысымын қалпына келтіреді. Лимондағы калий мен флавоноидтар қан айналымын жақсартады. Жүрекке түсетін салмақты азайтады. Қысымды бір қалыпты ұстайды. Лимон ағзаны қорғайды және ас қорытуға көмектеседі. Лимон ас қорыту сөлінің бөлігін арттырады, іш кебу мен ауырлықты азайтады. Бірақ асқазаны қышқылды адамдарға шамадан тыс ішуге болмайды. Лимон теріні және шашты жақсартады. Лимондағы антиоксиданттар теріні жасартады, пигмент дақтарын азайтады және безеудің алдын алады. Ал шашқа лимон суын шай ретінде қолданса жылтыр береді. Лимон салмақ тастауға көмектеседі. Лимон суы майды ерітуге және тәбетті азайтуға ықпал етеді. Бірақ ол өздігінен арықтатпайды. Дұрыс тамақ пен қозғалыс қажет. Лимон қандағы қант деңгейін реттейді. Лимон құрамындағы еритін талшықтар мен полифенолдар қанттың күрт көтерілуін тежейді. Сондықтан ол диабетке қарсы тамақтануда жиі ұсынылады. Көрдіңіз бе? Бір ғана лимон денсаулыққа тұнып тұрған пайда. Бірақ бәрін мөлшермен пайдаланыңыз. Лайк басып, коммент қалдырыңыз және де біздің денсаулық құпиясы арнамызға жазылып, подписация кнопкасын басып қойыңыз. Біз күнделікті адам ағзасына пайдалы видеолар шығарып тұрамыз.